Баршаңызға сәлем. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін каналымда сіздермен бірге гүлдердің ыдыстары мен топырақтарын ауыстыратын боламын. Ең алдымен ыдысымыздың түбін ауа барып тұратындай етіп, біркелкі етіп тесіп аламыз. Менде бүгін 2 гүл, сондықтан 2 ыдыстың да түбін бірдей қылып тесіп, дайындап аламыз. Екінші ыдысымызды да түбін тесіп, бұны да дайындап аламыз. Ыдыстарымыз дайын болған кезде ыдыстың түбіне бірнеше бөлшекке бөлінген пенопласт саламыз. Егер де үйіңізде гүлдің арнайы тасы болмаса, сізді пенопласт салып пайдалануыңызға болады. 2 ыдысқа бірдей қылып пенопласт салынды. Енді гүлге арналған арнайы топырақты салып, бірінші 2 ыдысымызға бірдей қылып топырақты салып аламыз. Түбін кішкене біркелкі етіп араластырып, кейіннен дайындап қойған биогумусты саламыз. Екі ыдысымызға бірдей қылып биогумусты салдық. Енді гүлімізді ыдысынан алып, босатып, түбіндегі тамырын топырақтан тазартамыз. Тамырды әбден топырақтан тазарта отырып, гүліміздің тамыры тез алып кету үшін карневинді себеміз. Карневинді септік. Енді тамырға бөлме температурасында тұрған судан кішкене тамызамыз. Топырақтарын араластырып, кішкене су тамызамыз. Енді топырақ пен биогумусты алма кезек бірінен кейін бірін салып ыдысымызды толтырамыз. Алдағы уақытта бөлме гүлдеріне байланысты тағы да сіз білмейтін ақпараттарды айтатын боламын. Сол себепті менің каналымды үзбей қарап отырыңыздар. Топырағымызды салып, ыдысымызды толтырып, гүлімізді дайындаймыз. Бірінші гүліміз дайын. Енді екінші ыдысымызға топырақты салдық. Енді гүлді ыдысынан босатып, тамырындағы топырақтарын түсіріп, бұл гүлімізге де тамырына карневинді сеуіп, топырағын салып, кішкене су құйып, түбіне топырақ, биогумусты екеуін алма кезек салып, екінші ыдысымызды да толтырамыз. Екінші гүліміз де дайын. Енді барлық гүлдерімнің жапырақтарын солы шүберекпен сүртіп,
барлығын тазалап алап, міне гүлдерім. Осылардың барлығын жапырақтарын сулы шүберекпен сүртіп, жапырақтарын міне сулы шүберекпен барлығын сүртіп шығамын. Барлық гүлдің жапырақтарын сулы шүберекпен барлығын сүртіп, шаңдарын кетіріп барлығының. Егер топырағыңызда кішкене шыбын шіркейлер болса, жапырақты тұзды суды шашып қойыңызға болады. Міне гүлдердің жапырақтарының барлығы әдемі болып, барлығы сүртіліп жатыр. Жалпы істеп жатқан дүниеңіздің барлығын жақсы көріп жасайтын болсаңыз, сіздің ісіңіз де, өсіріп отырған гүліңіз де, барлығы да әп-әдемі болып, бір қалыпты өсетін болады. Енді тыстағы топ гүлдеріміздің түбін кішкене ғана қопсытып, барлық тыстағы гүлдердің түбін біркелкі етіп қопсытып алдым. Осылай гүлдердің түбін қопсытып араластырып тұруыңызға болады. Көрдіңіз, гүлдердің барлығын түбін қопсытып, барлығын біркелкі етіп қойдым. Енді гүлдердің түбіне бөлме температурасында тұрған судан
кішкене су құямыз. Барлық гүлдеріміздің түбіне суды құйып шығып, не көрдіңіз? Барлық гүлдердің жапырақтардың шаңдары сүртіліп, топырақтардың түбін қопсытып, гүлдердің барлығына біркелкі етіп су құйылды. Алдағы уақытта бұдан да басқа жақсы ақпараттармен бөлісетін боламын.